Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде сұхбат KZ бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі санында жастарды бизнеске баулу мәселесін көтермекпіз. Осы тұрғыдағы ойларымен бөлісуге хабарымызға жеке кәсіпкер, бизнес сарапшы және бизнес тренингтерді қазақ тілінде тұңғыш өткізу ісін қолға алған маман Ахметбек Нұрсила мырза келіп отыр. Ахметбек аға, қош келдіңіз. Жалпы енді Ахметбек аға, осы қазақ жастарының, Қазақстандағы жастардың бизнеске деген құштарлығы қандай бүгінгі күнде? Өте нашар десе болады. Өйткені мен жақында мына Gallup Media деген бір сараптамашы мекеменің жоғары оқу орнындағы студенттерден сауалнамасын оқыдым. Сол сауалнама нәтижесіндегі газетке жариялаған екен. Сол бойынша 38% студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін бір мұнай компанияларына, газ мұнай компанияларына жұмыс істесек деп армандайды екен. Ал 36% өкіметтік шенеунік болсам деп. Ал 26% мына финансовый секторда, банкіде сонда жер жұмыс істесек деп ойлайды екен. Ал 2% бар жоғы құрылыста істесек деп. Сонда кәсіпкер болсын деген әр жерден 1% ынта жоқ қой бизнеске деген. Ынта болмай отыр. Неліктен? Неліктен? Өйткені Қазақстанда бір бизнес жайлы бір кереғар үлкен пікірлер қалыптасқан. Соның бірі, мысалы, Қазақстанда бизнес жасауға болмайды, бұл жерде шенеуніктер жақтан, банк жақтан, бәр жақтан көп кедергілер көп, салық төлейсің, содан ешқандай нәтиже ала алмайсың, бұл өте қиын нәрсе, бір жерде тірегің болмаса, бір жерде қолдаушың болмаса деген бір теріс, дұрыс емес пікір қалыптасқан. Екінші, бизнесмен болу деген әркімнің қолынан келмейді, бұл да бір керемет өнер. Мысалы, кез келген адам әнші болып кете алмайды, кез келген адам футболшы болып кете алмайды, бұл Алланың берген бір өнер деген сияқты. Сондай бір, ол да менің ойымша теріс пікір. Осы екі пікір қалыптасқаннан кейін көп жастар бизнеске барғысы келмейді. Әйтпесе бәрі біледі, бизнес деген ол бостандық екенін. Мысалы, өзім дегенде қазақ айтады, өгіз қара күшім бар, қанша табыс тапсаң да, сен уақытыңда өзің қожасың. Енді былайша айтқанда мен өзім бизнесмен болғанын ойлаймын. Ол көп деген адамға рахатын беретін нәрсе. Енді сіз мына бизнесті бастаудың тиімді жолдарын ұсынамын деп айтасыз, өзіңіз. Ол қандай жолдар? Енді әркімге әртүрлі жол көп. Қазақстанға құдайға шүкір, мен айтам, барлық жағдай жасалған. Енді оппозицияда жүрген басқа бір адамдар айтады, ой, сен неме айтып отырсың, бізде шенеуніктер андай жерден қағазын дұрыстап бермейді, банк несие бермейді деп. Енді жасап жүрген адамдарды мен білем, соның бір өзіммін. Қазақстанға келіп итте битте бизнес жасап жатыр. Осында Қытайда, осында Қырғызда, осында Өзбегінде, Жапонда, Американ, бәрі осында бизнес жасап жатыр. Түріктер деген тіпті көп. Мен қазақ содан сорлы емес қой, бізге артта қалған, жұртта қалған бір халық емеспіз ғой. Мен қазақтың жастарына айтам, жағдай бар. Қазір жасамасаң 10 жылдан кейін жағдай бұдан 10 есе қиын болады. 20 жылдан кейін 100 есе қиын болады. Қазіргі жағдай кезде неғұрлым тезірек бастасаң, әрине бизнесте бірден бәрі сайрап жатқан жол жоқ, бірден бәрі ертең миллионер болып, ертең бизнес тақылдап жүріп кететін емес. Қиыншылықты көресің. Бұл да спорттағы сияқты. Мысалы, рингке шыққан кезде бірден бәрін жайпап шықпайсың, алдымен қанша рет жығыласың, мұрның қанайды. Бірақ түбі жеңіске жетуге болады. Бұл керемет қиын нәрсе емес. Мысалы, мен өз жағдайымды айтам, менің 8 класс қана білімім бар. Мен алыс ауылда қазақтың мектебін бітіргем, содан кейін Алматыға келіп техникумға түстім. Ол кезде 2 ауыз орысша әрең сөйлейтінмін. Ылғи орыстың балалары бірдеңе айтсам күлетін. Техникумды өйтіп бітіріп шықтым мен 3 пен 4-ке. Содан кейін сырттан институт бітірдім. Ол да әшейін алған диплом Совет өкіметі кезінде, оны мен чемодан түбіне салып қойдым. Осыдан қанша 40 жыл бұрын, содан кейін көргем жоқпын әгін. Сондықтан жастарға айтам, егер мен жасай алсам, ауылдың баласы мысалы, сен неге жасай алмайсың? Кез келген адам жасай алады оны. Білім қазір біздің кезімізде, мысалы 90-шы жылдар біз бизнес бастаған кезде, бизнес туралы ешкім сұрайтын адам да болған жоқ, не оқитын да нәрсе болған жоқ, интернет болған жоқ, кітаптар да болған жоқ. Біз енді соқыр адам сияқты бүйтіп тінтіп жүріп, шұқылап жүріп бірдеңені бастап үйрендік. Қазір құдайға шүкір интернет бар, бизнесмендер бар, тренингтер бар, соған қатынасып көп жеңіл қазіргі кезде. Енді осы бизнес тренингтерді өткізіп жүрген адамдардың бірі өзіңізсіз. Сол тренингтерде сіз жастарды неге үйретіп жатсыз? Ең алдымен мен жастарды әртүрлі топқа бөлдім. Өйткені енді бизнес бастасам, бірақ жолым болмай қалам ба, мен қолымнан келе ме деп қобалжып жүргендер бар. Бір жерде жұмыс істеп, мүмкін жұмыс жоқ адамдар. Мен соларға мотивационный тренинг өткіземін. Оларға енді өзімнің басымнан өткен, енді ол сенімдірек болады ғой, мысалы, кітаптан оқып, Америкадан айтқан көр, Қазақстандағы жолы жасаған жігіттер арқылы айтам, міне мына жігіт бастады, мынандай жасады, мынандай жағдай бар деп, оларға бір қолдау көрсетіп, демеу, итеріп жіберу бизнеске қарай. Екінші, бизнестің бастайым деп, бірақ енді
түрін таба алмай жүргендер, жұмыстан кетіп, ауыл шаруашылығымен айналыссам ба, малмен айналыссам ба екен, жоқ бір туризммен айналыссам ба екен, соны қалай есептеуге болады, бұның болашағы бола ма, болмай ма, оған қанша қаражат керек, бизнес планын қалай жасау керек деген, оларға мен нақты түрде стратегиясын қалай жасауға болады, маркетинг қалай жасауға болады, оның жарнамасын қалай жасау керек, бюджетін қалай жасау керек, экономикасын қалай есептеу керек деген, соны көрсетемін. Және де бір тренингте бәрін үйретіп кету мүмкін емес. Мен арнайы сапалы қазақ деген сайт аштым. Сонда стратегия бөліміне, финанс бөлімі деген сияқты әрбір бөлімге қарап, оңген ананы тыңдап алғаннан кейін ары қарай өздері жүргізіп кетуіне мүмкіншілік болады. Ал жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, бізде жастардың бизнес бастауында елімізде не кедергі? Не кедергі? Жаңағы менталитет кедергі. Біздің өткені мына біз 70 жыл Советтің бұғауында болдық қой. Сол кезде бізді қалай үйретті? Өкімет өлтірмейді. Қолынан келсе бір жоғары бір институт бітіріп ал, содан кейін бір табақтай қағаз алып ал да бір жерге жұмысқа отыр. Содан кейін ақырында пенсияға шықсаң, сол сенің өмірің осы деген өкіметке. Ешқандай енді бұрын ата-бабамыз біздің өкімет өлтірмейді деген ондай жағдай болған жоқ қой. Әркім өз қамын, өз бала шағасының қамын өзі ойлаған, табыс табуды. Бірақ 70 жыл бойы атадан балаға 4 бізде ұрпақ ауысты ғой, сол сана сеңіп қалды. Енді қазіргі ата-аналарда баласын сөйтіп тәрбиелейді көбінесе. Ой, қайтесің, сен бизнесмен болсаң, ертең құлайсың, банкрот боласың, қолдағынан айырыласың, одан да сен бір институт бітіріп ал, соңғы бір жыл жерге отырып ал деп. Бірақ өкінішке қарай қазір қалаға келіп жатыр, Алматы, Астанаға көп пәтерде тұрады. Ары қарай жақсы көлік алу, жақсы пәтер алу, балаңды дұрыс мектепке беріп оқыту, әке-шешеңе жағдай жасау, мына жұмыстағы жалақымен жасай алмайсың. Сондықтан оларда бір-ақ жол бар, кәсіп ашып, өз жағдайын өзі жасау. Сондықтан жастарға ана әке-шешесінің үйреткен, советтің кезіндегі тәрбиеленген әке-шешелерін бұл жағы ақылын тыңдамас екен дейін. Ол ана құлдық, сондай бір ұғым солағы бізде сіңіп қалған, содан құтылу керек. Ал жалпы осы сіздің тренингтеріңіздің нәтижесінде бір әжептәуір кәсіп бастап кеткен, соның нәсібін көріп отқан адамдар бар ма? Енді ондай адам бар деп айта алмаймын, өйткені мен бастағаным 2-3 ай болды, бірақ осы 2-3 айдың ішінде мен Фейсбукта жиі жазып отырамын осыны. Неге бизнеске бару керек, жолы қалай деген сияқты. Сонда бір кебінде бір 20-дай жас жігіттер, қыздар маған жеке парақшама ашып хат жазып жатыр. Аға, мына сіздің айтқан ойларыңыз, жазған мақалаларыңыздан кейін мен баяғыдан осыған ойда жүредім. Мына жұмысымды тастап, кәсіп ашуға бел будым. Мынаны қалай таңдасам болады, былай қайтсам болады деп. Талай жақсы қызмет істеп жүрген жігіттердің осы жұмысын тастап кетіп қалғанына өзім куә болдым. Ал жалпы енді сіз қалай ойлайсыз, осы өзіңіздің жолыңыз қандай ұсынып отырған, нақты не сіз сонда бересіз жастарға? Көбінесе енді мен негізгі білетін тақырыбым бизнесті қалай бастау, қалай дамыту, және ешқандай пара бермей, бір ағайын туғанның, бір әкімшілікте отырған біреудің күшіне сенбей, өз күшіңмен адал ақша табу. Өйткені қазақтың ең біздің әке-шешеміздің бізді тәрбиелегенде оқытқаны, айтатын батасы, бастың амандығын, астың адалдығын берсін дейді. Өйткені бір тиын ақша тапсаң да адалдығынан табу керек. Және де мына бізден парақорлық көбінесе жайлы көп айтып жатырмыз ғой, көп деп. Сонда мен бір немене жарияладым Фейсбукқа, тендер мен тозақ деген. Өйткені параны алған адамда, параны берген адамда тозаққа барады деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Сонда осы дүниедегі азын-аулақ ақша үшін пара алып, о дүниеде тозаққа барғанға әрбір мұсылманның жүрегі бара қоймас деп ойлаймын. Сондықтан мына өкімет органдары да, мына бизнесмендер де осыны ұмытпас екен, осыны тендерлік документтерді сыртынан жазып отырса екен деймін. Сіз егер пара берсеңіз, кейін тозаққа барасыз деп. Ал Ахметбек аға, сіздің ойға алған бар бастамаларыңыз өрге домалай берсін деген тілек білдіреміз. Өкінішке орай біздің еншімізге берілген эфир уақыты аяқталды. Сондықтан сізге шын жүректен алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.